Иә, өкінішке орай Диана ханым ол көрініс. Білмеймін, менің ғана кінәм емес, ол жерде бар негізі бір-екі адамда. Бір-екі адам кім? Нұрдәулет бар, сіз бар. Тима қойдым, Тима құртты бәрін. Тима, Нұрдәулет, Тимаға көрініс құртқан сен ба кім өзі? Сіз ғой келмей құрттыңыз. Жоқ, Диана ханым, Диана ханым негізінде кеше көрініске дайындалып жатқан кезде Ақтөре уже 2 күн болды, көрініске келмейді, короче, дайындыққаша. Сонымен көрініс болмай қалды, құртып жіберді. Ақтөре мен Нұрдәулет екеуі құртты. Аха. Ендігі сұрақ, кеше сіз Әсемнің ағасымен кездестіңіз. Рас қой? иә, рас. Қалай болды кездесу? Иә, бүгін Диана ханым Әсем келмей қалды ғой енді. Әсемді шын жүректен бүгінгі мерекемен құттықтаймын, Әсем. Сізге кім айтты Әсем студияға келмеді деп? Әсемді студия төріне шақырайық, келіңіз. Осы есік ашық тұра берсін, мүмкін кіріп қалатын шығар. Негізі қыз Әсемнің өзі Ақтөреге ғашық деп айтқым келмейді, бірақ бұл таныстықтан үмітті. Бірақ өкінішке орай кешегі әңгімеден кейін де ағасы эфирге шығуына тыйым салды, бірақ ағасы сізге қарсы емес екен сөйлесуге, дұрыс па? Кездесуде не болды ағасымен сөйлескенде? Иә, Диана ханым, шыны керек кеше ағасының номерін тауып сөйлескен болатын. Телефонмен емес, кездестік, сөйлестік. Иә, шыны керек енді ол ағасы болғаннан кейін, оған любойымыздың қарындасымыз өзімізге кішкентай болып көрінеді. Ол маған айтты да, просто әлі кішкентай ғой, қалай ол деген сияқты, ол ондай жасқа қалай кеп қалды, махаббатқа әлі ондайға дайын емес қой деген сияқты. Және де эфирге, я мен эфирге қарсымын, қанша сен көндірмей қой эфирге деді. Эфир жайлы әңгіме айтпай қой деді. Содан былай енді білмеймін деді. Әсемде де бірдеңе бар сияқты. Былай сендер бірінші негізі шешіп алыңдар дейді да. Бұл нәрсе серьезный ма, или не серьезный ма? Или бұл уақытша ма, или қалай айтсам болады? Может, Әсемде бала махаббат деген сияқты, мысалы. Ағасы кәдімгідей өзінің қарындасына аға екен, жаға екен, иә? Иә, Диана ханым кәдімгідей прям бүйтіп қарап жүрген екен да, кәдімгідей осы уақытқа дейін негізі бірге тұрған екен. Одан кейін сәл ағасының қолында тұрды ма? Аха, одан кейін сестрасын, жоқ, Алматыға келген кезде негізі апасының қолында өскен. Сосын сестрасы бар, сол сестрасымен бірге тұр. Ол да туған сестрасы, сонымен бөлек тұратын болып, солай болған. Өйткені ағасы үйленген да, үйленіп, өз семья болып, өз сол семьяға да қарайды екен, мына жақта жаңа қарындасы мен әпкесіне де қарайды, короче. Мықты жігіт екен. Диана ханым, иә, ағасына ризамын, Диана ханым, шыны керек, серьезный. Мен ойлағам енді 2000 жылғы деген кезде мен вообще тіліміз келмейтін шығар, екеуміз бірімізді түсінбей қаламыз ба деп ойласам, жоқ. Сана сезімі кәдімгідей менімен бірдей, жай ғана сабырмен шештік. Енді не істейміз, Әсем? Сізге Әсем ұнай ма, Ақтөре? Өйткені үміткерге бұлай қатты қарап қалғаныңыз көп уақыттан бері алғаш рет. Дәл Әсемге. Және ең өкініштісі, дәл Әсемге келген кезде сізге де қыз ұнағанда, сіз қызға ұнаған кезде осындай кедергілердің пайда болғаны. Иә, өзі Диана ханым қанша жыл болды енді, 3-4 жыл, бір жол болмай кетті ғой негізі. Қыз жағына келген кезде бір жол болмайды, қашан үйленесің дейді негізі. Кеп жатыр ғой үміткерлер деп айта береді ғой негізі пікір таласта. Бірақ ол өз адам келмейінше ештеңе бұйрық. Аха, бұйрық келмейінше, иә. Бірақ енді біз енді видите, Диана ханым, шыны керек енді осы жерде Әсеммен осы жерде танысқым келді да, өйткені шыны керек енді Әсем екеуміз бір-біріміз 2-3, мысалы 3-4 кездесу ғана ғой, мысалы білмейміз ғой әлі. Может ол қандай реакция береді, ашулана ма? Иә, өкінішке орай Диана ханым